Сабақтың тақырыбы желілер және телекоммуникациялар. Сабақтың мақсаты білім алушыларға желілер мен телекоммуникациялардың негізгі принциптерін түсіндіру. Бұл желілік архитектура, протоколдар, байланыс технологиялар және желі қауіпсіздігі сияқты тақырыптарды қамтиды. Желілік құрылғыларды конфигурациялау, желілік топологияларды жобалау және желі мониторинг құралдарын пайдалану дағдыларын үйрету. Білім алушыларға желілік мәселелерді диагностикалау және шешу үшін аналитикалық дағдыларды дамыту. Желілер мен телекоммуникация саласындағы теориялық білімдерін практикада қолдана алатын бәсекеге қабілетті мамандар ретінде қалыптасуына ықпал етеді. Компьютерлік желі дегеніміз ресурстарды дискі, файл, принтер, коммуникациялық құрылғылар тиімді пайдалану мақсатында бір-бірімен байланыстырылған компьютерлер тізбегі. Компьютерлік желілер масштабы мен мүмкіндігі бойынша ерекшеленеді. Ең шағын желілер жергілікті деп аталады, компьютерді біріктіру үшін қолданылады. Жергілікті желіден кейінгі орынды масштабы бойынша корпоративті есептеуіш желілер аталады. Бұл желілерді ірі мекемелерді, банктер мен оларды филиалдары, сақтандыру компаниялары, бұқаралық ақпарат құралдары құрады. Компьютерлік желілер туралы негізгі мәліметтер. Компьютерлік желілер берілген ережеге сәйкес компьютерлер арасында мәлімет алмасу жүйесі немесе ресурстарды ортақ пайдалану мақсатында бір-бірімен мәлімет алмасу арналарымен байланысқан компьютерлер тобы. Желі. Жергілікті желі. Салыстырмалы түрде шектеулі кеңістіктің шегінде компьютерлер басып шығарғыштар менен басқа да құрылғылар тобын біріктіретін коммуникациялық желі. Жергілікті желі бір-біріне қосылған құрылғылардың өзара әрекеттесуіне мүмкіндік береді. Ұжымдық желі. Бұл жергілікті желімен тығыз байланыста белгілі бір ұжым және оның жанындағы бірнеше ғимаратты аумақты қамтамасыз етеді. Аумақтық, географиялық аумақтық қамтамасыз етеді. Интернет, бүкіл әлемдік желі. Компьютерлерді желіге біріктіру себептері. Бірнеше электр есептеуіш машиналас бір ортақ дискіге жазылған мәліметті бірігіп пайдалану. Бір принтерге, плоттерге нәтижелер шығару, ортақ сканерді қолданып информация көшірмелерін кезекпен алып отыру. Бұлар әр тұтынушының сол құрылғыларға жіберетін шығындарын азайтады. Қолданбалы программалардың да ортақ дискіге жазылған бір ғана желілік көшірмесін қолдануға болады. Компьютерлік желілердің жіктелуі, классификациясы. Желілер мынандай қасиеттеріне қарай жіктеледі. Географиялық қамтылу аймағына қарай, өндірістік бөлімдер көлеміне байланысты, топологиясына, бір-бірімен байланысу схемасына немесе құрылымына қарай, басқарылуына байланысты. Жергілікті желінің түрлері. Бір орталықтан басқарылатын желіні клиент-сервер желісі деп атайды. Клиент өзіне қызмет көрсетуді сұрайтын объект, компьютер немесе программа. Сервер басқа қызмет көрсететін объект. Бір деңгейлі компьютерлер желісі, бір ранглі. Мұнда желіні басқаруда барлық компьютерлер тең құқықты болып саналады. Сервер ортақ пайдалануға арналған барлық ресурстарды қамтитын компьютер. Ортақ ресурстарды пайдалану үшін сервер қосылуы керек. Желідегі жұмыстың көп бөлігін сервер атқарады. Жергілікті желілер бір сервер арқылы басқарылады. Бір ранглі желі. Барлық компьютерлердің құқығы бір деңгейде. Барлығы кез келген компьютерлік желіге қосыла алады. Белгіленген сервер желісімен бұл сервер компьютер қорларды қолданушылар желісіне бөлу. Топология.
Байланысу тәсілі бойынша желілердің жіктелуі: шиналық топология, сақина топологиясы, жұлдыз топологиясы, бұтақ тәрізді топология. Интернет ауқымды ақпараттық инфрақұрылым. Қазіргі уақытта 20-дан аса ауқымды желілер бар. Бұлар солардың ең танымдысы интернет желісі. Интернет бір-бірімен байланыс каналдарын және бірегей қабылдау мәліметтерді беру стандарттары арқылы өзара байланысқан компьютерлер мен компьютер желілерінің жиынтығы. Ол деген жер шарын қамтып жатқан ауқымды бүкіл әлемдік ақпарат жүйесі болып табылады. Алғашқыда интернетті құру мақсаты әртүрлі типтегі компьютерлік желілерді біріктіру болып табылды. Қазіргі уақытта компьютер мен телекоммуникация аймақтарында ғана емес, сонымен бірге әрбір адам өзіне қажетті ақпаратты тауып, оған қажетті дегенді бере алады. Соның нәтижесінде интернет ақпарат ресурстарымен үздіксіз толығып отырады. Интернет кез келген компьютермен бүкіл әлем бойынша ақпарат алмасу мен беру мүмкіндігін желілер жүйесі. Интернет байланыс араларын өзара біріктіретін тораптардың жиынтығы. Атқаратын қызметіне байланысты есептеу желісі берілген мәліметті өңдеу тәсіліне қарай басқару есептерін шығаруға арналған. Информациялық желі тұтынушылардың сұранысы бойынша әртүрлі мәлімет алуға арналған. Аралас желі есептеу және информациялық функциялар қатар орындалатын желі. Телекоммуникация компьютерлік жүйелер мен қазіргі заманғы техникалық электрондық байланыс құралдары негізінде телефон желілері, спутниктік байланыс және тағы басқа арқылы мәліметтерді қашықтан жеткізуге қатысты болып. Жалпы ұғым, жалпы немесе арнаулы байланыс желілері. Телефон жүйесі арқылы ақпарат жеткізу, ара қашықтықты байланыс мәліметтерді ара қашықтыққа жіберу. Қорытынды: қазіргі заманғы ақпараттық қоғамда желілер мен телекоммуникациялар күнделікті өмірдің, бизнестің және мемлекеттік басқарудың ажырамас бөлігіне айналды. Бұл пәнді оқу барысында біз желілік архитектуралар, деректерді беру принциптері, протоколдар, қауіпсіздіктің шаралары мен телекоммуникациялар жүйелердің жұмыс істеу қағидаларын меңгереді. Телекоммуникациялар технологиялар бөлігінде мәліметтерді сымды және сымсыз жолмен жеткізу тәсілдері, ұялы байланыс желілері, оптикалық талшықтар, спутниктік байланыс және жаңа буын технологиялары қарастырылды. Бұл ақпараттар заманауи инфрақұрылымды тиімді пайдалану мен жобалауда үлкен маңызға ие. Жалпы алғанда желілер мен телекоммуникациялар пәні ақпаратты технологиялар саласында кәсіби біліктілікті арттыруға, желілерді басқару мен жобалауды, практикалық дағдыларды дамытуға зор үлес қосты.